Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде тәрбие сағаты тақырыбы патриот болу парызың. Мақсаты оқушыларға патриоттық тәрбие беру, отанды сүюге және ерлікке, бірлікке, ел тарихын білуге, еліміздің мемлекеттік рәміздерін қастерлеуге, отанымыздың байлығын қорғауға, елімізді өркендетуге, білімді ұрпақ болуға тәрбиелеу. Құрметті оқушылар, бүгінгі патриот болу парызың атты тәрбие сағатымызға қош келдіңіздер. Біздің еліміз үшін осы жылға дейінгі уақыттарда айтулы күндер өте көп. Халқымыздың басынан небір күндер өтті. Қазір міне тәуелсіз Қазақстан Республикасында бейбіт өмір сүріп жатырмыз. Олай болса, барлығымыз әнұран айтайық. Қазақпын, еңселі елмін, егеменді, кеңейттім кең әлемге керегемді. Қазақпын, қойна оқыт жері дархан, әнімді бес құрлықтың бәрін айтам. Бірлігімнің бұзылмасын қаймағы, бейбіт күнде желбіреген байрағы, әлем білген басшысымен көреген Қазақстан ынтымақтың айғағы. Патриотизм өз отанын қорғауды мақсат тұтатын, атамекеніне деген терең сүйіспеншілік сезімі. Патриотизм отбасына, туып өскен ортасына, топырағы мен табиғатына, еліне деген құрметтен бастау алады. Өз ұлтын, жерін сүйіп, оның мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын адам ғана шынайы патриот бола алады. Мәңгілік ел болу біздің өз қолымызда. Біз отанымыздың патриотымыз. Мы патриоты нашей страны. We are patriots of our country. Келесі кезекті оқушылардың мәнерлеп оқуына берейік. Сергіту сәті. Сергіту сәті мен кіммін деп аталады. Яғни сіз өзіңізді кіммін деп сезінесіз, соны жазамыз. Мысалы мен өз елімнің патриотымын, мен ақылдымын, мен әдемімін және тағы басқалар жазуға болады. Енді бірнеше сұрақтарға бірге жауап берейік. Бірінші сұрақ: Қазақстан Республикасы нешінші жылы тәуелсіздік алды? Екінші сұрақ: биыл тәуелсіздігімізге қанша жыл? Үшінші сұрақ: 1941-45 жылдар аралығында болған қандай соғыс? Төртінші сұрақ: Ұлы Отан соғысына қатысқан қандай батырларды білесіңдер? Бесінші сұрақ: олар қалайша батыр атанған деп ойлайсың? Алтыншы сұрақ: еліміз тыныш, бейбіт өмір сүру үшін қандай жағдайлар жасалуы керек деп ойлайсың? Егер жарайсыңдар, молодцы, good for you. Сұрақтарға жақсы жауап беріңдер. Әр адам өз елінің патриоты болу тиіс. Сіздер де өз елдеріңізді, жерлеріңізді, отандарыңызды қорғай біліңіздер. Оқуда озат болып, саналы ұрпақ болып өсіп өне беріңіздер. Келесі кезекті әсем әнге берейік. Барлығымыз бірге «Мен қазақпын» әнін айтайық. Сөз соңында Жұбан Молдағалиев ағамыздың «Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жөргегімде таныстым мың түлімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген» деген өлең жолдарымен аяқтағым келеді. Келесі кездескенше еркін елде жақсы білім алып, өз отанымыздың патриоты болайық. Назарларыңызға рахмет.